Сәлем баршаға, сендер еркек лайф каналындасыңдар. Бүгінгі тақырып бізде қыздарды тез сындыру амалы. Қалай біз тез сындырамыз? Алдындағыда айтып кеткендей практиканы жасаңдар. Алдыңғы видеоларда бізде жаттығулар арнайы қыздармен танысу туралы. Және күндіге алдыңғы тақырыптағыдай біз көп қыздарға жақына көреміз. Өйткені біз жақындамасақ, онда ешқандай нәтиже болмайды. Бұл жақта біз тренажерный залға барып заниматься етеміз. Сол кезде біз денеміз шығады. Егер біз спортпен немесе бұлшықетті шынықтырумен айналыспасақ, онда бізде ешқандай нәтиже болмайды. Сол сияқты қыздарда да сондай. Көп жақындаймыз, нәтиже болады. Жақындамасақ ешқандай нәтиже жоқ. Көшеде бір 3-4 қызға жақындап номер бермеді деп ауа райын бұзуы, настроениенің түсуі ол мүлдем керек емес. Егер сіздер 50-100 қыздарға жақындасаңдар, онда жоқ десе бәрі негізі жоқ демейді. Соның ішінде 10-12 номерлерін береді, кездеседі, жақсы көріп қалатын қыздар да бар. Ондай бәрі бірдей емес, қыздардың бәрі бірдей емес. Сондықтан жігіттер, бүгінгі сабақ бізде қызды тез сындыру, ол көбінесе танысып сөйлескеннен кейін қызға не себепті жақындадық, қандай мақсатпен туралы WhatsApp-пен, негізі текстпен жазу керек, телефонмен айтпау керек. Телефонмен айтса, ол қыз деген ұзақ түсіне бастайды, және дұрыс етпей қалуы мүмкін. Миіне дұрыс бармайды да, толық ұзақ барады, ол дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан біз кездесеміз, номерді аламыз даладан, немесе ол таныстардың номері болсын, бірақ таныстардан номер алып танысқанда ұзақ. Кімнен алдың номерді, кім ол деп, ол қызды көрмейсің, қандай ол кездескенде, қандай қыз сені білмейді, кездескенде ұнамай қалады. 80-70%-ның бәрі сондаймен бітеді әйтеуір. Түрлері ұнамайды, сөйлесулері жақпайды, және общий бір интерестері, қызығушылықтары болмайды. Сондықтан көбісі сөйлесе алмайды. Сондықтан сендерге айтарым, далада бара жатып әдемі қызды көресіңдер, примерно білесіңдер, осы қыз менікі ұнады деп, сосын жақындайсыңдар, номерлерін аласыңдар, келгеннен кейін звондайсыңдар, сөйлесіп жатып, сосын WhatsApp-пен мақсаттарын жазасыңдар. Қандай мақсат? Бірінші былай жазамыз. Қазақша сөйлесе қазақша, орысша сөйлесе орысша. Мен екі тілде бірақ айта берейін, өйткені қазіргі кезде қыздар қазақша да сөйлейді, орысша да сөйлейді, жазумен WhatsApp-пен. Соның үшін қайсының ыңғайлы сендер қарастыру. Егер ол қазақша жазса, сендер қазақша жазасыңдар. Онда былай істейсіңдер. Сәлем сөйлесіп жатып, соңында мен саған бір важный нәрсе, важный бір сөз жазу, важный бір нәрсе жазу керекпін дейсіңдер. Енді важныйда қазақшалай қылып айтсаңдар болады. Негізі орысшалай көбірек түсінеді негізі. Мен саған бір важный нәрсе айтуым керекпін. Ол өте маңызды деп айтасыңдар. Болды. Сосын жазбайсыңдар. Қыздар сосын жаза бастайды. Айт, ол не? Қызық маған. Не туралы деп көп қызығушылар біледі. Сендер бір 2-3 минуттен айтасыңдар. Сен соны тыңдауға дайынсың ба? Егер соны тыңдауға дайын болсаң, мен айтамын дейсіңдер. Өте күшті маңызды стратегия бұл сөз жағынан. Қызды қызықтыру. Не десе, айт десе, онда біз былай қоямыз. Онда біз айтасыңдар. Мен негізі сен маған ұнап қалдың, осы жылы негізі үйлену керек едім, сол саған сол үйленейік деп, саған демеңдер. Сол үйлену керек, сол себептен араласып жүріп үйленейік, болашақта үйленейік деп, соңында сөйтіп жазасың. Өйткені қыздарға негізі гарантия керек. То сен
мысалы жүріп таса кетпеді деген сияқты гарантиялау керек та. Сол үшін үйленем деген сөз ол өте маңызды. Үйленем деген ол деген серьезный, нақты оймен айтып жатыр деп қыз елестетеді. Үйленем деген ол деген өте күшті сөз. Әр қыз оны армандайды. Сондықтан ақша жинап қойдым үйленуге, сол үйлену керек дейсіңдер, қыздардың өздері қызығушылықтарын білдіреді. Егер жай танысып, жай сөйлессеңдер, онда ешқандай мақсаты жоқ. Не үшін менімен сөйлесіп жатыр деп, не үшін сөйлесіп жатыр деп қыз деген түсінбей қалуы мүмкін. Не үшін жақындады, не үшін номерді алды, сөйлеспейді, то жай сөйлеседі, бір болмайтын әңгімелер туралы, мысалы сабақ туралы, жұмыс туралы сөйлесе береді. Кездесуге шақырмайды, шақырса да уақытпен шақыру керек. Сол кезден бастап сендерде сол үйленем дегеннен кейін қызда басқаша ойлар пайда бола бастайды. Егер сендер шынымен де үйленетін қыз болса, ол ұнаса, онда соны айтулары мүмкін. Егер үйленбей жатып қызды алдауға болмайды, өйткені қыздың қарғыстары жаман. Егер жай жүргілерің келсе, дос сияқты сөйлесіп деген сияқты, онда біз үйленем деп айтпаймыз. Егер ұнатып жақсы көріп жатсаңдар, онда үйленетін ойларыңды айтыңдар. Егер жай жүріп жатсаңдар, онда жай сөйлесе беріңдер. Қызды сенімнен кетірмеу керек. Сондықтан сол негізгі техника. Аламыз номерді, танысамыз, сөйлесеміз, сосын WhatsApp-та жазып жібереміз. Мен саған бір маңызды, бір важный бір нәрсем бар еді, соны айтайын деп едім дейсіңдер. Қыз деген айт дейді, сосын айтасыңдар. Сен соны тыңдауға дайынсың ба? Егер дайын болса, мен саған айтам, егер дайын болмаса, мен саған айтпаймын деп. Сол кезде қызда қызығушылық көбейеді да. Олардың милері басқаша орналасқан ғой. Өте қызық. Сендер өте қызық жігіт болып көрінесіңдер. Егер жай сөйлесіңдер, қызығушылық білдірмейді. Сол сөздерге негізгі сөздер біздің қызық. Сол сөз айтқаннан кейін мен осы жылы үйлену керекпін. Сол егер бір-бірімізге жарасып жатсақ, жүрейік, болып жатсақ, үйленейік, жараспай жатсақ, көреміз, дос болып қаламыз дейсіңдер. Болды. Қыз дайын өздері. Сосын звондайсыңдар ма, кездесесіңдер ма, қыздың ойында үйлену туралы болады. Және сендерді ешқашқанда лақтырып кетпейді деп па. Сол негізгі жігіттер, сөйтіп көріңдер, жазыңдар, негізгі техника. Бұдан бөлек, егер қыздармен сөйлесе алмасыңдар, осында жазудың қажеті жоқ. Егер жазбай, рас жазып жіберсіңдер, онда қыз түсінбей қалады. Ол үшін көбірек сөйлесу керек, телефонмен сөйлесу керек, WhatsApp-пен сөйлесу керек. Қызығып тұрып, соны жазып жіберу болды. Қыздардың бәрі сендер сынады. Және айта кетер, көп жазбау керек қызға. Негізгі жазасыз, көп жазбайсың, көбінесе звондаймыз, кездесуге шақырамыз. Негізгі бізге мақсатымыз сол. Қалғанда жазу, WhatsApp-пен сөйлесу, қыздың қызығушылығын келтіріп бұзып аласың. Сондықтан реально кездесеміз, киноға шақырамыз, кинода күшті, кинода танысқан өте күшті, киноға барған күшті. Көп ақша құртпаймыз, киноға шағын ақша құртамыз. Солай негізгі біздің стратегия осы. Біз текстпен қалай жазу керек. 3 нәрсе болды. Басқа артық еш нәрсе керек емес. Көп әзіл, қызықтыру керек емес. Текстпен, тек қана телефонмен кездесу. Болды жігіттер, осы видео негізі. Келесі видеода біз деген ұл мен қыздың жасқа қарамайды деген видеоны түсірем. Сол видеода біз жасқа ешқашан қарамайды. Негізі 30, 18, 16, 17, 35 болсын, 20 болсын, айырмашылық жоқ. Ол сендердің сөйлесулеріңе қарай. Және дене мүшіңге қарай ма, адам ірі ма, ірі емес па, арық па, соларды келесі видеода мен 2 видеоның бір нәрсеге қосып сендерге айтып беремін. Подписка жасаймыз, лайк басамыз. Әлі бізде талай қызық видеолар болады. Техникаларда мен сендерге айтып түсіндіре бастаймын. Бәрілеріңе
жақсылық. Келесі видеода кездескенше жүре берейік. Сау болыңдар.